Баршаңызға сәлем достар. Менің есімім Камшат. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып адамның бүйрегі. Бүйрекке тас қалай жиналады? Бүйректі қалай емдейміз? Сонымен қатар Enel компаниясының өнімі Водолей жайлы да айта кететін боламын. Бүйрек ағзамыздың басты сүзгісі. Күн сайын бүйрек ағзамыздан ақуыз алмасу өнімдерін, қышқылдарды, артық су мен тұздарды, қоректік заттарды, гормондар мен олардың метаболиттерін, экзогенді заттарды шығарып отырады. Сонымен қатар бүйректің тағы бір қызметі ағзаның ішкі ортасының құрамы мен қасиеттерін тұрақты сақтап тұру. Артериялық қан қысымын реттеу. Бүйрекке орасан зор салмақ түседі. Оның үстіне инфекциялар мен токсиндерден бірінші зардап шегетін де бүйрек. Сол себепті бүйректі сау күйінде сақтау өте маңызды болып есептеледі. Көк шай мен Камчатканың алтын шыбығы бүйректі қорғап, онда тас жиналуды болдырмайды. Фенхель шайға хош иісті ашқылтым тәтті жұпар сыйлайды, ал нәзік те күшті кардамон реңкі шайдың қайталамас дәмін аша түседі. Водолей шайының құрамындағы барлық компонент белсенді заттар мөлшері бойынша дәл есептелгендіктен ағзадан зат шығару жүйесіне оң әсер етіп, ағзаны тазартып, ондағы зиянды заттарды сыртқа шығаруға көмектеседі. Водолей шайының құрамы Қытай көк шайы, фенхель дәндері, кардамон дәндері, алтын шыбық шөбі және қызылтаспа шөбі бар. Водолей шайының қарсы көрсеткіштері жүктілік кезінде және бала емізу, жүрек-қан тамыр жүйесінің аурулары, жоғары артериялық қан қысым, ұйқысыздық кезінде мүлде қолдануға болмайды. Водолей шайын қалай пайдаланамыз? Ересектер күніне 2 рет 1-2 стаканнан тамақпен бірге ішу керек. Демделген тұнбаны холодильник ішінде 2 тәулік қана сақтауға болады. Қолданар алдында дәрігермен кеңескен жөн. Қабылдау курсы 1 ай. Достар, егер де менің каналым сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, астына жаза кетіңіздер. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.